Кедей адамдармен сөйлескенде олар не айтатынын білгіңіз келе ма? Ал бай адамдармен сөйлескен кезде олардың әңгімесі не туралы екенін білгіңіз келе ма? Олай болса осы видеоны өзіңізге сақтап алыңыз және маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Кедей адамдардың әңгімесі тек қана ақшаның айналасында болады. Қалай осы ақшаны тапсам екен, қалай мен осы бір жерге барып осы ақшаны алсам екен, мен ақшаны анаған бердім, мен анаған осыншама ақша бердім деген әңгімелерді айтады. Ал бай адамдар, олардың әңгімесі ақша жайында емес, олар рухани және де даму жайында. Сосын кейін олар жаңағыдай театрға барғандарын айтады, бір Луврға барып, болмаса бір жерде демалғандарын, сол демалғанның ішінен қандай бір көркем нәрсе көргендерін, сол туралы әңгіме айтады. Өйткені бай адамдарды ақша өзі іздеп табады, ал кедей адам ақшаның артынан әрдайым жүгіріп жүреді. Кедей адам дегеніміз олар рухани және де білімі жоқ адамдарды айтып жатырмын. Олар ойындағы ақшаларын өмір бақи ала алмайды, армандайды және де кішкентай ақшаның өзін оларға бір қомақты ақша ретінде көріп тұрады. Егер де сіз зейініңізді ашып, білімділердің қатарынан, жан жақты дамыған, рухани дамыған адамдардың қатарынан болғыңыз келсе, осы видеоның астына даму деген сөзді жазып қойыңыздар. Мен сіздерге керемет акциямен беріліп жатқан және де осы сізді рухани жан жақты дамытатын 80-нен аса өміріңізге өте керек және де сіздің өміріңізден кейінгі балаларыңызға өте керекті білімді аласыздар. Ол үшін сіздер осы видеоның астына даму деген сөзді жазып кетсеңіздер, сіздерге керемет аукционный сабақты беретін боламын.